Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, аз ғана уақытта тез дайын болатын, қолда бар заттардан жасалынатын, миксерсіз, блендерсіз дәмді пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Жақсылап араластырамыз. Жалпы қолданылатын барлық заттардың барлығы бөлме температурасында болғаны жақсы. Енді шекерімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша блендермен де араластыруға болады. Немесе шаңшығының көмегімен де араластырсаңыз болады. Ұзақ уақыт араластырғаныңыз жақсы. Жұмыртқа мен шекер неғұрлым көп араласса, соғұрлым сіздің пирогыңыз пышный болады. Мен асығыс болғандықтан ұзақ айналдыра алмадым. Осылай шамалы ғана айналдырып алдым. Уақыт болса, бұдан да көбірек айналдыруға тырысыңыз. Енді үстінен бөлме температурасында тұрған айранымызды құямыз. Барлығын жақсылап осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Айранның да температурасы бөлме температурасында болуы қажет. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды осындай пиалкамызды толтырмай 100 мл құямыз. Пиалай осындай толмаған күйде болуы қажет. Жартыдан асырып шамалы құйсаңыздар, шамамен 100 мл болады. Енді жақсылап араластырамыз. Сұйық майдың орнын сары май, ертілген сары маймен алмастырсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнды осылай аз-аздан салып отырып араластырыңыздар. Мен осылай шамалы ғана салып алдым. Кішкене ғана қозғап жіберіп, үстінен 1 шай қасық бетімен етіп, ас содасын саламыз. Ас содасын осылай қасықты үймей, бетімен қылып салыңыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнды қосқан кезде міндетті түрде осылай аз-аздан қосып отырыңыздар. Шамамен 2 пиалайдай бізде ұн қажет болады. Қазір қоюлығына қарайсыздар. Әркімде ұнның түрі әртүрлі, тығыздығына байланысты, және де жұмыртқаның үлкен, кішілі көлемдеріне, айраныңыздың қоюлығына байланысты өзгеруі мүмкін. Сол себепті осылай қосқан кезде қамырдың қоюлығына мән беріп қосыңыздар. Осылай аз-аздан қосқандарыңыз жақсы болады. Ұнды міндетті түрде електен өткізуді ұмытпаңыздар. Мен алдын ала ұнды електен өткізіп дайындап қойдым. Осылай аз-аздан шетінен қосып отырдым. Достар, егер бұрын-соңды менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, каналымның алға дамуына үлес қосып кетсеңіздер екен деймін. Және де каналыма өтіп, басқа да қызықты рецептерді көре аласыздар. Сонымен қатар әркез жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Ұнымызды аз-аздан қосып, осындай қоюлықта дәл видеодағыдай етіп жасап алыңыздар. Қамырдың қоюлығы осындай қою қаймақтың қоюлығындай сияқты болуы қажет. Видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Пергамент қағаз төселінген формамыздың шет-шетін толығымен сұйық маймен жағып шығамыз. Енді формамызға осы дайын болған қамырымызды құямыз. Осындай қоюлықтағы қамыр болуы қажет. Менде форманың көлемі үлкендеу, шамамен 25-26 сантиметрдей. Егер сізде 23 сантиметрлік форма болса, міндетті түрде 23 сантиметрлік форманы қолданыңыздар. Сол кезде өте биік, керемет болып шығады. Алдын ала 160-170 градуста қызып тұрған пешке салып, градусын 150-ге түсіріп, шамамен 35-45 минут арасында пісіріп аламыз. Пирогыңыздың піскен-піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен немесе пышақпен тексерсеңіздер болады. Таяқшаңызды шығарған кезде құрғақ болуы қажет, сол кезде сіздің пирогыңыз пісті деген сөз. Пісіп шыққан пирогымның үстінен осылай сахарный пудра сеуіп отырып, әсемдедім. Қалауыңызша әсемдеуге болады. Пирогты міндетті түрде бөлме температурасында суытып барып кесу қажет. Осымен пирогымыз дайын, өте дәмді, өте керемет болып шығады. Қалауыңызша кесіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Осындай кереметтей болып көтеріледі. Бұл менде форма үлкен болғанның өзінде осындай болып көтерілді. Егер кішірек формаға салатын болсаңыз, бұдан да үлкен көлем беретін болады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.